Сәлем достар, мен Димаштың Астана қаласында өткен концертінде болдым. Димаштың концерті 2 күн қатарынан өтті, 13-14 қыркүйек күндері болды. Мен 13-де бардым, яғни бірінші концертіне бардым. Димаштың концерттері дүниежүзілік көшпенділер ойындарының шеңберінде өтті. Сондықтан мен жаңа көрдіңіздер ғой, қазақы үлгіде безендірілген. Мына адамдардың бәрі, яғни ағыл-тегіл болып Астана аренаға Димаштың концертіне бара жатырмыз. Арамызда кішкентай баладан бастап үлкен кісілерге дейін бар. Бәріміздің көңіл күйіміз көтеріңкі. Мынау мен осылай қалың киініп алдым, өйткені күн суық. Астана аренаға жақындағаннан байқағаным, ұйымдастыру жағы өте жоғары деңгейде. Мына моншақтай тізіліп тұрған ұланшыларға алғысымды білдіргім келеді. Ғимаратқа кіру, тексеру бәрі керемет. Айтпақшы, мен билетті фан-зонаға алдым. Бірінште маған фан-зона ұнайды, өйткені сахнаға жақын тұрасың. Егер шаршап отырғың келсе, отырасың, тұрып тұрғың келсе, тұрасың, билегің келсе, билейсің, жүргің келсе, жүресің. Бір сөзбен айтқанда үнемі қозғалыста боласың, яғни отырып денең ұйымайды. Бұл жерде әрине айта кету керек, жасым 47-де болса да, шүкір, аяғым қақсап ауырмайды, өйткені анда-санда жүгіретінім бар. Белдеріңіз, аяқтарыңыз ауырса, әрине отырған дұрыс. Енді бұл жерде әр адам өз шамасына қарайды. Сахна алтын түсте безендірілген, алтын бала Димаштай жарқырап тұр. Айтпақшы, мына стадион лық толы. Бұл жерде қазақстандықтар ғана емес, жақын алыс шетелден келген қонақтар да бар. Мен айтам, біз мына тұрған Борабайға баруға ерінеміз. Ал Димаштың концерті үшін сонау Америкадан, Европадан фанаттар келген. Бұл әрине Димаштың мықтылығы. Ал енді мен өзім сөйлей бермей, ғажап концертке сөз берейік, жол берейік. Алтын күн Астана, алтыннан қаласы, ерліктің дастаны, еліме қарашай, ешіден ертеден, кермеген тазалау мықты бой. Елің елім, елің елім, өлім болам, ел елімім, жарым болам, ұрпаққа çalışқан ең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Тасталған уақытқа мен күліп осындай, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Жарқырап, айналаның нұрға бөле ме? Әлде жай ғана бір қазақшылық па? Бәк жаныңды кірлетпей, кемелдікке ұмтылу ма? Әлде жан қинамай, жай пыраға күн өткізу ме? Бәлкім кенезесі кеткен шөл даланы иранбаққа айналдыру шығар. Алдымда жол көп, бірақ олар қайда барады? Жақсылыққа ма, жамандыққа ма? Мен білетін өмір сырлы дыбыс бен нұрлы шуақтан тұрады. Өздеріңіздің нұрлы жүздеріңізді көріп, мың мәрте қуанып тұрмын. Ағайындар, туған туыстар, бауырлар, жолдас шора жекжат достар, іні қарындастар, әпкелер, әжелер, аталар, барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі күнді менің концертімде
қолдап келгендеріңіз үшін көп рахмет. Ladies and gentlemen, very happy to meet with you. Thank you. Wisconsin, of course. I was there more than 5 years ago, and right now, after 5 years, I'm gonna try to do my best concert at here, special for our guests, special for all Kazakhstan's people, special for all my foreigner friends, for Kazakhstan's foreigner friends. Thank you for your coming. For me, such a great honor to perform in front of you. Thank you very much! Не могут жить в разлуке.
you want, how much you want to be mine. To be mine. Every time I close my eyes, I can't forget the way you dance, baby. Never been like this before. You really blow my mind. Yeah. Give me your love tonight. Give me your love. I'm out my mind. Out of my mind. I know you feel the same. Give me your love tonight. All I ask you for, give me your love. I see you looking my way. I took a pill when I just met, baby. Everybody, she's so melty. She wanna party. Oh, I'm falling in love with you so much. I promise you gonna be mine. Nobody's gonna love you like I do. I can feel the love that it is. Жұмырбасты пенденің өкінішіне сүйінішінің, сағынышының бейнесіндей сұлу күй. Сан түрлі сезім толқынысынан судай сапырып, бірде қара дауыл, екпінінде өре жырған. Біресе жұмақтың төріне апарғандай жанарды ләззатқа бөлеген сыйқырлы күй. Қазақтың аспанындағы аққуды қондырған асыл күйлерінің бірі Ақсақ Құлан. Ақсақ Құлан күйінің аңызын төмен жарған. Бағзыда Шыңғыс ханның Жошы деген баласы аңға шығып, шелде жүйткіген жабайы құландарды аяусыз қыра беріпті.
stranger's land. Your chance to know who I am if I have the strength to begin again.
асырып тұрып көрсетіп жүрген Олжабай, Темірлан, Наурыз, Ернат домбырашыларымыз алдағы уақытта 25 қазанда Алматы қаласында Республика сарайында Олжас пен Темірланның Алматыдағы ең алғашқы үлкен жеке шығармашылық кеші өтеді. Біздің домбырамызды күллі әлемге танытып жүрген Ернат пен Темірланды қолдап барайық ағайын. Келсек па? Кайфуйте, ребята! Да вы чё? Там в Ирмате! Баригош! Көп рахмет! Баршаларыңызды қатты құшақтадым. Баршаларыңызды қатты сүйем. Елім, жұртым, барлық аяқ алысында қолдап келе жатырған менің тұрақты адал жанкүйерлерім, қазыналы қазағым, алдарыңызда 1000 мәрте басымды идім. Концерт көңілден ойдан шықты деген ойдамын. Ертеңге дейін сау.